өлең тыңдап отырмыз. Осы сен жастар түсінбейін қазір. Не деген өлеңдер мынау? Прическалардың бәрі осындай болып кеткен ғой. Киімдерің де осындай болып кеткен. Біздің кезімізде өлеңді айтсаң Үркебектің. Біз мына өлеңін не білетінбіз Үркебектің, білесің бе? Көрдің бе? Осы өлеңдерге білетінбіз. Біз Үркебектің мына өлеңін тыңдап жатарда ғашықтарымыз ойлап жататынбыз. Қарашы мені. Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Көрдің бе? Осындай өлеңдер тыңдайтынбыз біз. Ал отыршы бар. Компьютерде мен өлеңдерімді тыңдаймыз. Балаларым, Не болды, папа? не істеп отырсыңдар? Не өлең мынау? Кіші балам анау, үлкен балам мынау. Сен біздің кезіміздегі өлең тыңдасай, міне. Өмір деген қаталақ. Өмірге адам келмейді ғой қайталап. Оқу жылы жақындап қалды. Ал менде болса костюм жоқ. Мам, білесің бе сіз жақсы көретінімді? Бүгін саған не болды? Мам, білесің бе оқу жылы жақындап қалды. Менде костюм жоқ. Костюм шоуға сатып алайыншы маған. Костюм? Ағам өткенде 15 класс деді ғой. Костюм жап-жаңа. Соны киесің сен. Ой, мам, мен 8-ші классқа ауысып отырмын ғой. Ол маған үлкен болады ғой. Іштен кетпейді, өлмейсің. Хотя бы туфли сатып алайыншы, туфли. Ағам туфли жап-жаңа. Күшті туфли. Соны киесің сен. Болды, ана сумка сатып аламын. Көп сөйлеме. Ағам сумкасын тағады. Ой. Шынымен де менің балам үлкен екен ғой. Бірақ кредиттің ақшасы бар, светтің ақшасы бар, газдың ақшасы бар, садиктің ақшасы бар, судың ақшасы бар. Ештен кетпейді, өлмейсің. Шариғат бойынша 3 рет кімдікі деп айтуым керек. Қайтсем екен, таптым, бүйтіп айтайын. Жоқ менде де, бірақ та қия саламын мен сүйетін пендеге. Салют, майлап бересің бе? Что, не поняла? Говорите по-русски. По-русски, на русский. Қалай болдым? Деньги, вот деньги. Вот так. Ой, оборот қой ол. Деньги, вот, мелкий, жоқ, мелс. Разменять надо? Вообще мелочи нету. Ол братан бірден алмасаң майда алмайды бұл жерде. Да? Онда... онда, тәте, один хлеб. Иди сюда. Солай ма не? Көрсетем, қазір келсін, мен оған көрсетем, сволочь. Что там, кеттік па? Сен кеше қайда болдың маған, соны айтшы, тұра тұр. В смысле қайда болдың? Қалай, в смысле қайда болдың? Мен ақымақ көрініп тұрмын ба? Айт қайда болдың? Кеше өзіңнен сұранып алмас үйіне барып қайттың ғой, өзің жібердің ғой. Дайындалдым, аттестацияға дайындалдым. Аттестацияға дайындалдың, иә? Мен мұнда отырмын, ақымақ. Сен саунаға бардың да қыдырдың. Қаяқтан тауып аласың осындай саунам? Звондайын ба алмасқа? Звонда, алмасына звонда да, кәне көрейік, громкиға қойып тұрып звонда. Ё-моё. Ассалаумағалейкум, Әлеке. Уағалейкум ассалам, кидава. Брат? Кеше қыздармен саунаға барсыңдар. Брат, сос... Өшмейді. Брат, сосы қабыласайықшы ба? Ассалаумалейкум, бауырым. Бүйтеміз, такси ғой, Короче, Луговойға барамыз екеуміз. Мен тойға кірем, сөйтіп 12:30 шейін сен күтесің мені ше. И мен сол жақта бухать етіп, кайфовать етем да, обязательно төбелесем. Біреуді сық еткізем да, сыртқа шығам да, кеттік деп айтам. Екеуміз кетеміз, бірақ үйге емес. Поля қайдайсың?
поляға барамыз да екеумізше. Поляда мен сені бытсын шығарамын. Тепкілейім бар ғой, аяқ қолын байлайын да басыңа мешек кигізем да, сол жерде закопать етіп кетем. 2,5 мың кеттік. Сонда барам, тоқташы мен. Тоқташы, мен сен Луговоға барамыз. Сен тойға кіріп шығасың, мен сен 5 сағат күтем, жұмысын тастап. Сол сен шығасың жындан. Еще ішінде боқтап отырасың. Поляға барамыз, аяқ қолын байлайсың, мені ұрасың, басыма қапшық кигізесің. 2,5 мың теңге бересің ба? Маған не пайда? 3 мың теңге болады, кеттік бауырым. Базар жоқ. Базар жоқ, Армани базар жоқ, Армани базар жоқ.